Акшамлар хайыр сентябрьнан 4 жұма күні эфирде заман Қырым ве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілернімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Нарман дөртлігі девлетлерінің тышышлері назирлері бұ ай корушмелелер. Дмитрий Кулеба боле ұмыты олғанын айтты. Назирлерінің корушывы Украина, Франкистан, Алмания ве Русия лидерлерінің меслячылары корушкен сон ола біле. Бұ корушыв августын 28-іне тайынленген еді, ләкін белі олмаған күнге қалдырылды. Президент офисынан башы Андрей Ермак білдіргеніне көре меслячыларының корушывы сентябрьнан 10-на қадар кечірілмелі. Якщо не станеться там на цій зустрічі нічого форс-мажорного, то будуть створені умови і для зустрічі міністрів закордонних справ. Але і я, і мої німецькі та французькі колега налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні. І наскільки мене поінформували мої колеги, яких я згадав, то російський міністр Сергій Лавров також не заперечує. Азаплар, қорқызов ве қырсызланувлар. Ишғал етілген территория сакинлері әп чоқ бөлі әрекетлерден рас келмеге девам ете. Аққорчалайжылар әп яңы жинайетлер олғанны қайдеті. Құрбанлар сайысынан эксериеті ишғалны танымаған қырым татарлардыр. Бірлешкен Миллетлерінің резолюциясына көре Русия незаретші миссияларыны ишғал етілген Қырымға қоймалы, ләкин ишғалжылер бұл қарарына көрмемезлікке ұра. Бұндан себеп мониторинг миссиясы дистанцион шеклінде инсан ақлары бұзылуларыны қайд етмеге девам ете. 2014 сенесі Қырымна Русия ишғал еткенінден берлі 45 кіші қырсызланды. 15 инсан аққында ич бір малюмат yok. Олардан бірі Дүния Қырым Татар Конгрессінің азасы Эрвин Ибрагимов. 2016 сенесі майысының сонында евіне қайтқаны вақыт оны қырсызладылар. Бұны камераларда қайдетті. Ләкин 4 елдан берлі ишғалжылер акимиеті онан қыдыруынен оғрашмай. Олар зорбалық құлланмақтан біле еренмей. Ишғалының бірінші күнлері өзлеріні көстермек үшін Назирлер Шурасы оғынде наразылық көстерген Решат Аметовны қинап өлдірділер. 2 аптадан онан жесеті азап ізлерінен тапылды. Ринат Параламовны да пек қинадылар. 2017 сенесі оның евінде тінтув кечірділер. Нетижеде оны евінден белі олмаған тарафқа алып кеттілер. Оны тек бір күнден азап ізлерінен тапып олдылар. Бөлі шекілде оңа силя сақлав маддесі бойынша қабатына өз бойына алмаға мечбур еткенлер. Ве бойле вақиялар пек чоқ dey Ринат. Например, был случай, если не ошибаюсь, Мухтарем его зовут, советского парень. Его также выкрало ФСБ, вывезал в поле, дало ему лопатку в руки, сказали, копай могилу себе, да? Как бы таким образом запугивая его, там его склоняли к определенным действиям, которые хотели от него добиться ФСБшники. Таких случаев, как мой случай, он, я уверен, не единичный. Просто многие люди боятся говорить об этом. Ишғалжылер Қырымда еркесінің қорқуда тұтмақ істейді Ринат Параламов. Керек танықларыны алмақ үшін олар ерше yapmaға азыр. И мы видим очень разный спектр поведения силовиков, в основном ФСБ. Они, начиная воздействовать на человека, начиная от преследования, открытой слежки, запугивают его родственников, приходят периодически домой к людям. Потому что в результате оккупации любой, кто имеет свое мнение, не согласное не соответствующее мнению Кремля, является потенциальной жертвой. И к нему в любой момент, в 6 часов утра или там, в 5 часов утра могут ворваться ФСБшники. Украинада инсан ақлары бойынша Бірлешкен Миллетлерінің мониторинг миссиясы бірчоқ Русия жинайетлеріні қайдеті. 6 ел девамында олар тақып етілген ве Украина қытасына чықмаға мечбур олған тақменен 200 инсаннен лаф етіп олғанлар. Дистанцион шеклінде де ишғал етілген Қырымда кечірілген махкемелеріні незарет етелер. Миссия тақменен 300 сияси жинай даваларыны талил еткен. Эксериетінде ишғалжылер мабуслер, адвокатлары ве мабуслерінің ақрабасына басқы еті. Апсте тұтылғанларыны қинайлар, азаплар қолланалар. Миссия елбашысы Матильда Богнер қайдеткеніне көре, Ярмадада адалетлі махкеме жоқ.
Протягом більше ніж 6 років ми документуємо порушення прав людини у кримінальних справах у контексті конфліктів на сході України та в Криму. Ми закликаємо відповідальних за ці порушення припинити цю незаконну практику і забезпечити дотримання права на справедливий судовий розгляд для всіх людей. Русиянын тыш ишлері назиры Сергей Лавров беклен ілгені кібі ишғал етілген ярмадада инсан ақлары бозылувлары уйдырма деді. Украина тыш ишлері назирлігінде есе ишғал етілген территорияларда Украина ватандашларына қаршы yapılған жинайетлер Украинаға қаршы башлатылған женкнің бір қысмыдыр деділер. Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблеясы қабыл еткен резолюцияларға көре ишғал етілген территорияларда олған жинайетлерге Русия месулетледір. Оның үшін да бір кере Русия Бірлешкен Миллетлерінің мониторинг комиссиясы ишғал етілген территорияда çalışması үшін изін бермесіні талап еттілер. Владислав Стужук, Заман, АТР. Белі олмағанлар Ахмеджетте içilген су үшін ерлештірілген сауытларыны балталай. Ишғалжелер акиметі тарқатқан малыматқа көре 10 кубометр су сылдырған ең азындан 6 сауытқа зарар кетірілген. Енді оларына деңіштірмек кереклер. Базы бір чапчақларына мұқларнен ұрып тешкенлер. Ахмеджетте суыны жедвел бойынша бер башлағанлары вақыт Ахмеджет соқақларында 130 бойле резервуар ерлештірілді. Сауытлар сатын алынмасы үшін ишғалжелер акиметі 30 миллион рубле масраф еткенні білдірділер. Қырымда Бутунлей Қарасув, Бұйық Қарасув өзені құрыды. О Қарасу базар районындан башлап аман-аман Азақ денізіне қадар ақып анда Салғыр өзенінен бірлешеді. Шымдесі өзенінің ятағында юрмек мүмкін тек базы бір ерлерде сасып қалған суынен кішкене гөлчіклер көрмек мүмкін. Бұйық Қарасув ярмаданын суы бол олған ең бұйық өзенлерінден бірі еді. Тәфсілатлы левқамызда сейретіңіз. Посмотрите, во что превратилась река. Превратилась она в заросли травы, сорняка и пустыню. Она просто высохла. Бұл Сейтлер районы Садовая қасабасы янындан кечкен Бұйық Қарасу өзенінің көрінішідір. О Бутунлей құрыған өзен ятағына от басқан ве атта ятағында жүрмек мүмкін. Иду по руслу реки. Никогда бы не мог себе представить, что это когда-нибудь случится. Трещины уже сантиметров по 30 глубиной. Бұл өзен Қарасу базар районындан башлап Азақ деңізіне етмезден Салғыр өзеніне қошылайды. 2019 сенесі қышта өзеннің суы да бол еді. Смотрите, какая она полноводная в феврале 2019 года. А говорят, в Крыму нет воды. Қырымда сув қытлығы башлағанындан сон ишғалжелер бұл өзеннің сувларына Тайганская су анбарына йолла башлады. Андан есе помпалап борулар бастасынен Ахмеджетке йоллайлар. Нәтижеде Қырамнан Шымал шарқы регионы сусыз қалмақта. Ерлі сакинлер айтқанына көре қойыларындан енді тұзлы су чықы башлаған. Уже скважина, соленая вода идет. А в огороде ничего, белый. То есть она для полива уже непригодна, да? Не идет. Желябки белый. Как саланчак или что. Все, не растет ничего. Бұл есе Бұйық Қарасуынан Ички районындан кечкен қысмыдыр. Все, воды нет, это пустыня. В Крыму реки превращаются в пустыню. Өзен ятағында енді чатлақлар, тек базы ерлерде сасып қалған суынен кішкене өзеншіклер көрмек мүмкін. Сув бол олғаны вақыт о юксек севиеге көтеріледі. Видите, вот тина, так называемая. То есть до этого уровня была вода, но теперь ее нет. И выглядит это все очень и очень страшно. Бұйық Қарасу өзені 106 километр ұзынлығындадыр. Тереңлігі 2 метрге қадар, базы ерлерде кеңлігі 20 метрге қадар етеді. Шевкет Матулаев, Заман, АТР. Это уже реальные убытки. Донбасста тешкес режимі илан етілгенінден берлі 908 кере бұл режим бозылған. Бұл мәліматны обайсенің мақсус мониторинг комиссиясы айдынлатты. Тешкілятның есабатында 152 патлав, 2 ұчып келген снаряд ве 741 генгіл селядан атышув қайдетілген. Бұл атышулар июльнің 27-сінден башлап қайдетілген. Бұл күні ұштрафлама контакт группа топлашуында атеш тоқтатылмаса аққанда
келешкен еділер. Мудафа әзірлігінің малыматына көре бүгін жебеде тынч. Арбилер құртарыжыларнен берабер Луганск велетінде яңғын сондырывында иштирак еті. Бір арби яңғын құрбаны олған оны блиндаж қалымтылары түбінде тапқанлар. Истихбаратның малыматына көре Русия женкеверлері атешкес режиміні өз арби позицияларını куветлештірмек үшін қоллана. Зокрема, цього тижня в підрозділах окупантів здійснювалися зміни несправних та з використаним ресурсом експлуатації зразків стрілецького озброєння та військової, у тому числі вантажних та броньованих автомобілів, які раніше були завезені з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Крім того, в підрозділах противника проводиться перевірка боєм снайперських гвинтівок та кулеметів, які надійшли до з'єднань та частин окупаційних військ в рамках оновлення штатного стрілецького озброєння. Украина яңа антирекордларға ерішмеге девам еті. Кечкен күн девамында COVID-19 хасталығы 2700 инсанда қайдетілді. Пандемия башлағанынан берілі 130 бен Украина ватандашы коронавирус хасталығына ұғыраған. Олардан 2761 хаста вефат еткен. Харьков вилайеті хасталынғанлар сайысына көре бірінші ерде. Сон Киев ве Одесса вилайеті. Сақлық назірлігінде мұқай толмаға чағырып, ихтият тедбірлері аққында хатырлаттылар. Для того, щоб ми були впевнені в тому, що нам завжди нададуть медичну допомогу, нам дуже потрібно користуватися, дотримуватися правил, які встановлені в нашій новій реальності. Без виконання цих правил неможливо перемогти коронавірусну хворобу. Отже, дотримуватися цих правил, вони дуже прості. Ежелетілген Қырымда есе 43 инсан коронавирус хасталығына ұғырады. Хасталынғанлар арасында Ярмаданан коммунистлер лидері Леонид Грач. Бұны 72 яшында олған сиясетші өзі журналистерге хабар етті. О 8-ші күн Ахмеджет хастаханесінде болуна екен. Ярмадада пандемия башлағанынан берлі 2625 кіші COVID-19 хасталығына ұғыраған. Ишғалшілер акимиетінде тахмин еткенлеріне көре хасталарынан сайысы сентябрінің сонында артмаға девам етежек. Экспертлер айтқанына көре бұл курорт мевсімінен бағлыдыр. Ақ қорчылайжылар, ишғалшілер бұтын статистиканы ачықламай бұне берабер хасталанған арбеве полис қадемлерінің сайысы гізлі тұтылмақта дейлер. Алмания саясетчілері Ангела Меркель Русияге басқыны арттырып Шымали ақым екі құрып битірілмесінден вазгечмеге чағыралар. Боле чағырулар Русия мұхалифы Алексей Навальный новичок зерінен зерленгені таздықланған сон яңғыра башлады. Бойле Мадденен 2018 сенесі Бүйік Британияға қачқан Русия истихбаратчысы Сергей Скрипаль ве қызы зерленген еді. Алмания парламентінің тышышлері мәселелері бойынша комитетінің башы Норберт Редгент Путин жевап бермесіні талап еті. Дипломатичних ритуалів уже недостатньо. Після отруєння Навального нам потрібна рішуча європейська відповідь, яку Путін розуміє. ЄС має спільно ухвалити рішення про зупинку Північного потоку-2. Русия мұхалифы Алексей Навальный новичок зерінің құрбаны олғаны сентябрінің 2-сінде белі олды. Бұны Алмания акиметінің ресми векілі хабар етті. Алмания екімлері оның қанында Британияда зерленген Скрипаллер қанында олған модделеріні тапқан. Алмания акиметі бұтын олған малюматны Русияге берген. Алексей Навальный август 20 күні Томстан Москваға қайтқаны вақыт учақта ярамады. Учақ Омста қонып, мұхалифны ессіз алда хастаханеге алып кетті. Ағыр алда олған Навальный бірчоқ музакерелерден сон 2 күнден Алмания клиникасына кечірілді. Екімлер қайдеткеніне көре сиясетші шымды де комада ве ағыр алда. Оның ақ жігерлері суни аваландырылмақта. Истанбулдаки қырым-татарлар дернеге ишғалден сон 3-ші сефер қырым-татар тілі ве латин урфатыны популялаштырмақ үшін Қырымда бала оқыт компаниясыны башлатты. Стипендия алмақ үшін спонсорға қырым-татар тілінде латин урфатынен мектуп язмақ керектір. Шымдылік тақменен 70 мектеп талебесі ве студент $30 стипендиясыны алмақта. Эсасен Украина қытасында оқығанлар. Бұл компанияны Түркия мәселелері бойынша Меджлис рейсінің мәслихатшысы Исмет Юксель, Истанбулдаки қырым-татар дернегінің башы Джилал Ичтен ве спонсорларынан ярдымы иле тешкіл етті. Меджлис азасы Риза Шевкиев айтқанына көре Қырымдан да балалар стипендия ала, ләкин оларынан сайысы чоқ дегел чүнке Қырымдан
Кырымга пара юлланылмасынын проблемалары бар. O ballar para bergen adamın bak tutalar internetten. Bala bile kim ona para verir Türkiye'den. Onlar internetten bak tutalar. Bu bala olana mektuplar yazar. Andan onlar karşılık yazarlar. Böyle til tarafında öğrenirler. Çünkü o anda Rus tiline yazıp olmayacak. Yazı ana tilince. Bu tarafı da pek güzel. Til öğretmek, terbiye vermek. İnşallah onu devam edecektir. Bu saatga hazır olgan sonki haberimizni hepingizge hayırlı akşamlar ve rahatlık günleriniz tinch kechmesini tileyim. Xatirden ise ayrılmanız ko'rishguncha.